Не істеп жатсыздар, не жаңалық? Кішкене әңгіме, дүкен құрайық. Парақшамды ұмытып кеткен жоқпын, арасында есіме түсіп тұрады. Қалайсыздар, қыздар? Қалайсыздар, қыздар? Не істеп жүрсіздер? Бизнестарыңыз қалай? Кім енді бастайын деп жүр? Енді бастайын деп жүрсеңіздер, негізі өте қолайсыз кез қазір. Мынау сезонный клубникаға ауысқан кезде клубника табу қиынырақ болады ше. Қыста мынау күн суық кездері привозной клубникалар жақсы тоқтаусыз келеді да, уже местный клубникалар пісіп бастаған кезде Турциядан клубниканы алып келмейді, себебі қымбат болады ше. Ал местный клубникалар, уже жазғы клубникалар, олар тәтті, әдемі болады, но өте жұмсақ, бізге жұмыс жасауға келмейді. Мен знаменитый жасыл полотенце. Былтыр российский бір неде блогта салып қойған ғой. Чё за половая тряпка депші. Мен ана сабақтар түсіремін да, инстаграмға снелем, видеоларым саламын ғой. Сөйтсе мені видеомды кесіп алғанда. Чё за половая тряпка бірдеңке деп. Жамандап хейт ете тастаған ғой. Но ана суды күшті тартады да, тек қана клубника сүртем ғой. Қалайсыздар, қыздар, қайырлы күн. Кім не істеп жүр, не жаңалық болып жатыр? Сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Бүгін аптаның қандай күні? Среда. Осы қызық ерте тұрған күні бір өзінен өзін бодрый болып жүресің да. Кеш тұрып, әбден ұйықтаған күні наоборот бір түрі ұйқынғанбай жүрген сияқты жүреді. Бүгін базарға барам деп ана ерте тұрған ма? Мен соңғы рилстарымды көріп шошып кетіп жатқан жоқсыздар ма, қыздар? Так. Есть, короче, Миша, еще IT, так, часов открытая. Шүкір, бәрі жақсы, бәрі бұрынғыдай. Әрі қойын ба? Саламатсыз ба?
Қандай заказ сізде? Қырық жеті 15 деген ба? Оны енді жасайын деп жатырмын. Бізде әлі 20 минут бар ғой. 20 минут? Иә, нақты. Маған жаңа ғана күтесіз ба? Күтесіз ба? Кете беріңіз, басқа көрел келеді шығар. Кете беріңіз, егер басқа заказыңыз болса. Мен енді жасайын деп жатырмын. Күте беріңіз онда. Дайын болғанда бассам ғой, готова деп. Так, бента тортқа сұраныс бар негізі, бірақ оған тоже андай. Таза страницаны бента тортқа ашып, көбірек нелерін ассортимент жасап, жасауғаныз керек та. Но тоже сұраныс біз әшен арасында жасаған өзінде күнделікті 2-3 бента, кем дегенде 1 бента салайды. Түнге қарай 12-ге жақын бента торт іздейді көбіне клиенттер. Негізі барлық нәрсе өтеді ғой, тек сату керек та. Соған фокус қойып, көбірек клиенттерге көрсетіп, кез келген нәрсе өтеді. Отыра тұрсаңыз болады? Не кішкенге, я? Мамаш ши бауырсақ деген. Кәдімгі бауырсақ ұқсайды екен, ә түрі? Күштіген ғой. Гүлжан тәжен яқтан новинка пісіріп жатыр. Аха, ас болсын. Мен ши бауырсақ деген ана бір қатты бауырсақ болады ғой, семейдің. Ну, былай дейсіз, солай. Домалаққа жасаған ғой. Күшті болып екен, ә? Тамағандай. Күшті, но кәдімгі бауырсақ сияқты ғой. Там көрмеймін. Азында мамадан тонмай бар ма? Ей, оны не істейсің? Әшінде мен қойдым айын жақтырмаймын ғой. Ейсін бән. Ши бауырсақ жасайын деп жатыр деп алып кеткен. Бізден андай новинка бауырсақ шығып жатыр. Күшті екен. Дастарханға қойғанға күшті сияқты. Қақтан ғана жасадым деп жүрмеңіз, ертең бәрі осыған сұраныс болып кетті. Сала. Қалайсыздар қыздар? Маған қор қарап отырмай, сұрақтарыңыз қойып отырыңыздар. Мен негізі диетада жүрген адам ғой. Гүлжан тәте күніге новинка істейді да, мен обязательно жеп көргім керек деймін. Кім кінәлі екенін таптым деймін. Сол ғой диета. Күніге болды, ертеңнен бастаймыз деп жүрді. Көктем басталғанда бәрінің темасы сол диета сияқты. Негізі бастадық, арасында біз қойып отырмыз. Шүкір бізде бәрі жақсы, рахмет. Өздерің қалайсыңдар, қыздар, еке.
Кім диета ұстап жүр, қандай диета ұстап жүр, қалай ұстау керек. Білсіңіздер деп. Бәрін білеміз ғой, сол. Не істеп қоясың? Срив қылып қояды. Үйде жүргенде диета ұстау оңайырақ болатын ғой. Диета болғанда бана правильный питание. Мыняқта бәрі күшті, иісі, түрі бәрі күшті болады. Соблазн көп болады ғой. Сондай әлсіз пенде бол жүнде. Жаныңдағы бүгін отырмыз. Мен жан жақтан азғыр деп. Бұрын үйде клубника шоколад істегенде тек қана шоколад қана не еді ғой. Соблазн менде. Заказ істеп атасында бір шоколад аузына салып қоясың. Прям мәз болатын ғой, мынау дәл маған арналған жұмыс деп ше. Бұл қыздар не? Египеттің клубникалары әлі келіп жатыр пока что. Но скоро Сарыағаштан местный клубникалар көбейген кезде, но привозной клубникалар тоқтатылады. Сол сәтте именно андай қиынырақ болады ше клубника табуға. Қайырлы күн, қалайсыз? Видеоларыңызды көріп, 8 мартта 400 мың теңге таптым. Сізге үлкен рахмет деп жазып жатыр екен. Өте қуаныштымын. Молодец. Жасаймын деген адам тегін нәрсе болсын, ақылы нәрсе болсын жасайды да. Кейбір адамдар сол бесплатно беріп атсан да жасамайды, желаниясы жоқ адам жасамайды ғой. Ютубқа сабақтарды тегін салсан да курс бар ма деп сұрап жатыр ғой қыздар. Таразда дейсіз ба? Таразда бар вроде клубника, әпкем жасап жүр ғой. Местныйлар сол қиыншы, жұмсақ қандай не тез бұзылып кетеді, бірақ дәмі өте тәтті күшті болады ғой жазда. Вот, молодец. Өте қуаныштымын. Ары қарай тоқтамай енді әрекет жасаңыз. Бір клубниканың бетіне қарап қалмаңыз. Жазда басқа нәрселер қосыңыз. Тойбастарға бомбонерки жасаңыздар. Клубника в шоколаде дейін, шоколадный конфеттер. Қачы не жасайсыздар? Нені адамдарға көрсетесіздер, сол өтеді ғой. Сәлем қыздар. Жоқ, бізде кондитерский цех қазір. Кафетерий емес, кондитерский цех кішігірім. Бір жерде кухнямыз бар, арғы жақта витринамыз бар. Заказбен, и в наличии. Торттар, пирогтар, выпечка, клубника в шоколаде, барлар. Мен сол несте кеттім ғой, инстаграмнан алыстап кеттім өзімде. Не саларымды білмей кеттім, уже курс өтпегеннен кейін. Бір как будто инстаграмға шықсам бәрі менен курс сұрайтын сен. Даже әшін сторис салып қалсам сразу дайрекке курс бар ма деп қыздар жазады ғой. Сол үшін сол не саларымды білмей кеттім. Инстаграм парақшам бар, аудитория бар, сіздер күтіп тұрсыздар, бірдеңке істеу керек, ішімде чувствую, но сон желанием болмай жүрді. Енді сол көктем келіп, бір желаниялар оянып отыр қазір.
бекерден бекер мені қыздар қарап күтіп отқан жоқ қой, бірдеңке істеу керек, бірдеңке көмектесуім керек деп қайдадан сондай не патриотизм оянып отыр ғой. Өздеріңізде не жанал қыздар, кім не істеп жүр, заказдар болып жатыр ма, кім әлі ойланып жүр клубникашкаға деп бастайын ба, бастамайын ба деп. Уже сіздер бастағанша вообще трендтен жоқ болып кететін болды ғой. Дәл қазір трендте не бар, не ұнайды, бәрін жасап көре беру керек. Өзіңізге ұнайтын нәрсені сол кезде бірақ табасыз. Біреу былай айтады, біреу былай айтады, әркімнің сөзіне ере берсеңіздер ешқашан бастамайсыздар ғой. Біз қазір кондитер іздеудеміз. Опытный таныстарыңызда жақсы кондитер бар ма? Торттардың бәрін жасай алатын, оформление жасайтын адамды іздестірудеміз. Если что, бөлісіңіздер, білетін адам болса, Алматы қаласында, осы қалада тұратын, жұмыс іздеп жүрген мықты кондитерлерді білсеңіздер, айтыңыздар. Инстаңызға көрсетіңізші не жасайтындарыңызды деп жатыр ғой. Сол менде өз басымда қыздар бір 5-6 парақша бар шығар. Соң қайсына не саларымды кейде шатасып қаласың ғой. Клубника в шоколаде, мысалы, тоже заказ түсу үшін ол инстаграмда да күнделікті жүргізу керек. Торттарға кондитерский инстаграмда тоже жүргізу керек заказ түсу үшін. Мына жаққа сол уже арнайы, мысалы, сіздер бәрібір Алматы қаласынан емес, сіздер барлықтарыңыз көбіңіз Қазақстан жан-жағынан сіздер. И сіздерге менің заказдар, сондай видеолар андай өтпейді шығар деп ойлаймын да, не жасап жүрген. Просто идея ретінде может қарауға болады. Бұл жақтағы аудитория көбінесе Қазақстан бойынша ғой, тек Алматы емес. Ал арғы жақтағы парақшамда ол жақта уже потенциальный клиенттер, именно заказ беретін. Мен таргет арқылы жинаймын клиенттерді көбіне. И ол кісілер уже жазылып, маған заказ беріп, солай алып жүрген адамдар подписаться еткен. Ал сіздер курсты алу үшін жазылған адамсыздар. Сол бойынша келгенсіздер да маған. Сондықтан ол қызық па білмеймін. Сіздерге қызық па? Ондай нәрселер салсақ. Клубника сату тоқтап қалған жоқ. Просто сіздер тоқтап қалдыңыздар. Қазір, мысалы, өздеріңіз инстаграм жүргізіп жүрсіздер ма? Мысалы, мен инстаграм жүргізіп жүрген жоқпын. Мен инстаграм жүргізіп, реклама жіберсем, бұрындағыдай заказ болады. Мен просто өзім ол жақты жүргізіп жүрген жоқпын да. Менде қазір қосымша платформалардан Яндекс, Волт деген сияқты білесіздер ғой, солар арқылы, соларға тіркеліп қойғам. И солардан заказ түседі, соны жасаймыз. Қосымша. Мен бір заказ көп болып кетсе, өзім шаршап кететін сияқты. Өзім заказ болмауға әрекет жасап жүрген адаммын ғой. Ал сіздерде не үшін заказ болмай жүр? Инстаграмды ең осы бизнесті алғаш бастағанда қалай жүргізіңіздер, дәл солай жүргізу керек та. А көбісі мейрам кезде табыс табады, сосын инстаграмын жүргізбей қойып қояды ғой. Сосын заказдарыңыз болмайды. Сіздердің парақша жұмыс істеп тұрған адамдар көрмейді. Дәл мен сияқты мынау парақшаға, мысалы, курс сататын, и қазір мен курс салмаймын, сторис салмаймын, сіздер ешкім іздемейді, ешкім сұрамайды. Арасында бір андай мықты фанаттар болмаса, WhatsApp-қа шығып, не үшін жоқ болып кеттіңіз деп сұрап тұратын қыздар бар. Но солай сториске, инстаграмды жүргізбей қалсаңыздар, клиент сіздерді ұмытып кетеді ғой, көзден тыс боласыздар. Егер заказдарыңыз күніге болу үшін, постоянно жүргізіп, қызықты, қазір рилсті көбірек салуларыңыз керек, рилс арқылы түседі заказдар. Тек қана андай жұмыстарыңызда ғана емес, ішкі кухняны қызықты етіп, әртүрлі рилстар, развлекательный рилстар бәрін түсіру керек.
заказ бар қыздар. Мен таргетке инстаграмнан жібере салам. Компьютер қосып отыратын уақыт бөлмеймін. Уақыт бір көп кетіп қалады. Я қызық қой бізге. Әр адамның қарап шабытын адамды болады. Шабыттанатын адам болады. Бізге сіздің энергияны жақсы етеді деді. Тәйтсе мен энергияма жетеген. Қыздарға мен де айтып жүрмін ғой. Ертеңнен бастап видео түсіреміз деп сол. Әр нәрседе сол. Бастау қиын ғой қыздар. Bir күні бастайым, bir күні қайтадан көздеріңіздің мазалын алам деймін. Азанда менен оянып, түнде менен ұйықтайтын боласыздар. Мен саған не істеп жүрмін ғой, энергия жинап жүрмін ғой. Не істейді екен ғой? Үлкен нәрсе болардың алдында адам бір өзінен өзі жалқауланып, шаршап шекіп жүреді екен. Анау миы адамның энергияны жинайды екен да, алдағы болатын нәрсені уже біздің түп санамыз сезіп қояды ғой, и сол энергия жинайды. В общем, сондай бір күшті бірдеңке болайын деп отыр деп интрига қылған. Сол мендегі жаңалық осы. Күнде жұмыстамыз. Мен күзден бері аштық қой кондитерский. Содан бері сағат 10-нан 10-ға дейін жұмыстам. Сол графигімді реттестіру керек. Өйткені үйдегілерден де ұят болып кетті, шыны керек. Пока жаңалықтарым осы. Аллаға шүкір. Жалпы, егер кондитерский сферадан опыттарыңыз болса, смелостьтарыңыз болса, кондитерский ашсаңыздар, маркетингтан хабарларыңыз болса, обязательно, өйткені бәрі клиентті әкелу маркетинг арқылы. И все, бастаңыздар. Бастау керек, любой нәрсені. Даже торттан хабарыңыз болса, үйден заказ қабылдап, ақырындап клубников, шоколаденте қосып, бірге заказ қабылдап, солайынан бастап, уже тұрақты клиенттеріңіз жиналады, уже сіздер қорықпай кондитерский ашатын боласыздар. Мен де ар ойланып, бер ойланып, именно былтыр жазда, қазір мен коробканы айтылайын. Былтыр жазда, в общем, мен не істеймін деп жүріп, біраз нәрсені зерттеп тастадым. Мен даже осы клубника в шоколадеге упаковкалар сатам ба деп Қытайды зерттедім, Қытайдан карголарды зерттедім, прямой доставка келуге Қытайлардың өзімен переводтап сөйтіп сөйлесіп те көрдім. В общем, былай жолдарын іздестірдім, но мені ол жаққа бәрібір онша тартпады да, сосын басқа нәрсе көрдім. Бір кездер даже қыздар аптека ашайын ба деген ойда болды. Аптеканы зерттеп кеттім ғой. Даже қазір аптека ашу да оңай екен ғой. ИП ашсаңыздар болады, сізде фармацевттің дипломы керек емес, в общем. И кішкене болса да хабарым бол үшін 1-2 ай курс оқып алайын ба деп фармацевтиканың курсын іздедім. Ол Шымкентте бар екен. Сонымен келесі апта уже Шымкентке кетем деген планда болып кетті. И сол арада аптекаға жұмысқа кіріп, кішкене опыт жинайын, дәрілерден хабарым болсын деп, дәрілерді зерттеп, аптекаларға, собеседованияға жұмысқа іздеп кеттім. Но бәрібір өз-өзіне жұмыс жасап жүрген адам айлыққа жұмыс жасағысы келмей қалады екен да. Барсам бір, не деді? Опыты жоқ адамды бәрібір как стажер ретінде алады ғой. И зарплатасы вообще слишком аз болды ғой. Сонымен ар ойланып, бер ойланып. Курстар, мысалы, курс оқисың, өйткені ол адамның үлкен көп жылдық опытын қысқа уақытқа қысқартып беріп, саған дайын именно керек нәрселерді үйретеді. Сосын онда курс оқимын деп курсты таптым. Потом аптекаға помещенияда таптым, іздедім. Қазір дальше айтып беремін.
сосын деген бір помещение таптым, ол помещение хозяиндары бірдеңке әйтеуір тоже андай жолы түспей кетті да, ол да бір болмайтын, маған келмейтінін түсіндім да, бір знактарды уақытылы түсіне біліп, уақытылы тоқтай білу керек қой. И тоже басқа аренда помещениялар іздеп жүріп, именно осы бизнес қалды ғой. А до этого мен клубника в шоколадемен айналысып жүргенде, енді ешқашан торт пісірмеймін деген желание болған менде. Торт пісіру маған бір клубникадан кейін андай қиын нәрсе болып тұрды. Артынан жуатын посудасы қанша, тортты бір пеште қанша пісіресің. Маған именно үйде пісіргенде сол бала шағамен алысып пісірген қиын болатын ше заказда. Ыстық пеште пісіресің, сосын барып оны жинайсың креммен, сосын ол холодильникте тұра тұру керек, оны аласың, оформление жасайсың, соның бәрі ұзақ уақыт кетеді. И түсетін пайдасы клубника в шоколадемен бірдей болатын да. Клубника в шоколадені мысалы қазір жарты сағатта, максимум 30 минутта жасайсың, жинап бересің. И кем дегенде 5 мың мысалы пайда табатын болсаң, торттан да 3-4 сағатын кетіп 5 мың теңге табасың да. Солай мен торттарды енді вообще жасамаймын деп жүрген адам болатын. И жан-жақ әртүрлі салып, дальше не жасаймын? Менде клубника в шоколаде, мысалы, заказ күнделікті болып атты. Но когда курс өтуді мен тоқтаттым дедім ғой, сол тоқтатқан уақытынан бастап, бәрібір клубника в шоколадеден түскен ақша уже күнделікті күн көрісіне былай ақша жетеді, бәріне жетеді, но сен басқа үлкен армандарыңды армандауға, үлкен мақсаттарға жету үшін бәрібір андай откладывать ететін, жинайтын ақшаң болмай қалады. Қалай үлкен мақсаттарға жете алмай қалатындай уже. Тек клубниканың заказы, мысалы күнделікті күн көріс пен азық түлік, бала шағаны ойнату, сондайға ғана кетіп қалатында. Курс өтпесен. Сондықтан курс өту керек, егер тек қана клубника в шоколаде, жалпы фудфлористикамен айналысса. И мен флористиканың курсымды тоқтатқан соң, солай тек заказдың ғана ақшасы маған жеткіліксіз болатын болды да, и мен басқа нәрсе не істеуім керек, іздестірдім ғой. Осы саланың төңірегінде іздестірдім, солайынан бана аптека болды. Сөйтіп жүріп, осы кондитерский цех прям маған бұйырып тұр екен. Бұл цех маған бір ай бұрын негізі рекламаға шыққан болатын. И мен ашып көремін. Қойшы торт істемеймін деп қайтадан жауып қоямын ғой. Сөйтіп анау объявление уже бір айдан аса тұрды, мен крышаны сапырып тастағансың ғой, новый помещение, новый бизнес деп. Солайынан жүріп. И осыны барып көрейінші дедім да. Сөйтіп күйеуім екеуміз сол күні келдік, көрдік, и маған сразу ұнап қалып, давай ашамыз болды, осыны істейікші деп. Күйеуім, мә қиын ғой, не азынан кішкене соқта жүресің, шаршайсың. Мені не істейік, защищать еткісі келді енді. Жалпы адамның миымен жақындары адамдан қорғаныш қызметін атқарады да. Сен жаңа бір нәрсе бастағанда, сен кейін андай ту деп өкім қалмастын андай қамын жасайды ғой адамның миымен жақындары. И солайынан күйеуім қойшы ондай бұндай деп нелерін айтты. Аналар таныстарын айтып шықты, аналар өйстіп істеп еді, болмай қалған. Бекерге энергияң кетеді, шаршайсың, сондай айтты, в общем. И мен жоқ, осыны ашашы болды, осы жүрсе жүреді, жемесе болды, мен ештеңе істемеймін, үйде отырамын, сен айтқанын бәрін істейін деп сөйтіп отырған ғой. Сөйтіп күйеуімді сөйтіп көндірдім, сөйтіп аштық. Сөйтіп деген, енді қазір шүкір жақсы жүріп кетті ғой, сосын күйеуім айтты, мә сен андай нен бизнеске деген нен бар екен, чуйка дейма, сондайым бар екен. Сен енді өзін дальше дамыту үшін не істеймін деп ойлайсың, не дұрысырақ деп ойлайсың. Сен мені тыңдама дейді ол өзі. Мені тыңдама, өзіңді тыңдап, солай интуицияңды тыңдап жұмыс жасай бер. Я только мен сені поддержка берем деп не істеді. И қазір сол бірдеңке істердің алдында бәрібір одан кеңесін сұраймын ғой, істейін деп жатырмын, былай деп жатыр. Давай дейді осы. Солайынан қазір шүкір бәрі жүріп кетіп жатыр қыздар. Жалпы мен айтқан келгені, алыстағы біреу мысалы күшті киім сатып жатыр, біреу күшті не істеп жатыр, гүл сатып жатыр. Мәні көп табыс тауып жатыр екен, мынау бүйтіп жатыр екен деп просто оның сыртқы
сырттан қарап, оны ішкі кухнясын білмей жатып, сіздің ешқандай опытыңыз болмай барып, бірден білмейтін нәрсеңізді аша салған өте қиын, сіз наоборот көп шығынға батасыз да. Оданша осыға дейінгі өзіңіздің қанша жылдық бәрібір кез келген адамда бір опыты бар ғой, любой салада, сол сала бойынша дальше дамытатын нәрсені іздестірулеріңіз керек та. Мысалы, менде клубника в шоколадеге дейін бәрібір менде кондитерский опыт болды ғой. Мен мысалы өзім торттарды пісірмей дальше кондитер алып, пекарь алып жұмыс жасайтын болсам да, ол нәрселер, ол кісілердің істеп жатқан нәрсесінен хабарым болады, кім қалай істеп жатыр. Соның бәрінен сіздің опытыңыз бар нәрсені, в общем, таңдаңыздар деп жатырмын. Сіздер сұраватсыздар ғой, жазда немен айналысайын деп, соған айтып жатқаным ғой. Көп сөйлептім ба? Қазір мен сіздердің сұрақтарыңызды оқып үлгермей жатырмын, канал заказды жібере салайын, сосын асықпай отырып жауап беремін. Мені курьер күтіп отыр. Салон деп айтып, қайтып жинақтаған. Так, мынау заказдың бағасы қанша? Мысалы да, мынау 13.500 теңгенің заказын жасады. Маған түсетін пайда 8.000 теңге түседі, мынау заказдан. Көрдіңіздер ма? Клубника в шоколадеден көбірек қағады. Саламатсыз ба? Yok kartuşumuz var. Hayır. Kapusta.
Ал босаншын. Қазір обедке қарай просто адам көп келеді да. Сізден сұрақтарыңызды оқимыз. Мына шаш деген адай алмаған бар ғой. Тақыр басқа бастаймын. Так, қалайсыздар қыздар, не істеп жатсыздар? Жоқ болып кеттім ба? Немен айналысам, білмей жүрмін деп жатсыздар ғой. Вот әркім өзіне жанына жақын нәрсемен айналысу керек. Жасағанда шаршамайтын нәрсемен, сізді қанаттандыратын нәрсемен. Қазір трендте болып жатқан заттарды жасап көру керек. Қазір қарап жүрген шығарсыздар, чизкейктер модада болады. Чизкейктерді жасау өте оңай, ұзағырақ, пештің алдында көп тұрмайсыз, қатырып жасай береді. Заготовка дайындап қоясыз, заказ түседі, жасап жібере бересіз. Бента торттар жасасаңыз болады, тоже заготовка жасап қоясыз, заказ түседі, тез жинап, уақытыңызды аз алатындай дайындап қоясыз, жібере бересіз. Мочи жасаса болады, жасайсыз, жібересіз. Мочи мысалы клубника сияқты, мысалы тез бұзылмайды. Оны тоже заготовка жасап, морозилкаға жіберіп қоясыз, холодильник арқылы ерітіп, клиентке жібересіз. Даже обычный выпечка, домашний мороженое жасап, даже мороженое тақсыздар, натуральный домашний мороженое деп, мысалы сүтті ала алатын. Айтып тұрмын ғой, әркімнің базасы неде бар? Мысалы, біреуінің сиыр, біреулер сиыр ұстайды, или біреуінің әке-шешесінің сүт фермасы бар, олар алып сондай сүт өнімдерімен, құрт, сондайларды қазір натуральный, именно май, сары май, соларды инстаграмда жүргізіп, ондай нәрсе бізде аз. Сондай любой нәрсені, в общем, инстаграмда көрсетіп, видео, қандай мұндай қызық контент жүргізсеңіз, барлық нәрсе өтеді. Клубника в шоколаде де өтеді, қыздар, өтпейді демеймін, заказ болатқан жоқ емес, болып жатыр. Просто бұрындағыдай андай күшті емес та. Бұрында мысалы мен 2021 жыл бастағанда, именно осы апрель айында бастаған қыздар, просто әшін апрель айы ешқандай праздниксіз мен 504-ні табыс тапқанмын да. И сол кезде ғой менде шок болған, қыздардың бәрін үйретуім керек, солайынан жан-жақтан адамдар сұрап, солай уже мен бір айдан кейін курс бастап кеткем, қыздарға көрсетіп үйретіп, мынау бизнеспен бәрі айналысы керек қой деп, таныстарыма клубника шоколад жасаса деп бәріне айтып сөйтсем, ешкімді не заставишь, әр нәрсеге өзінің икемі бар адамдар болады. Мысалы, клубника в шоколаде кейбір адамға оңай сияқты көреді, кейбіреуге қиын сияқты көрінеді. Жасау оңай, но оны дальше сату керек, сол инстаграм жүргізу керек, соған тіреледі ғой. Сондықтан қандай нәрсе таңдасаңыз да өзіңіздің икеміңіз келетін нәрсе, өзіңіздің базовый соған опытыңыз бар нәрсе жасасаңыз, сізге дальше жүргізіп алып кету оңайырақ болады. Чем жаңадан, как бірінші класстан бастағандай новый нәрсені үйреніп зерттегенше. Қазір қалай заказ? Қазір шүкір жақсы. Енді менде уже база бар, базовый клиенттер бар, менде платформалар қосылы. Мен инстаграм жүргізбесем де менде күнделікті заказ болады, қыздар. Но мен инстаграм жүргізсем, менде көп заказ болады, мысалы, мен просто оған энергия бөліп жатқан жоқпын да, уақыт бөліп жатқан жоқпын. Нақта уже кондитерский, оны да жүргізім керек. Мен күніне уже нақта кассада өзім тұрам. И торт, қазір мен кондитер іздеуден, қазір торттарды өзім жасап жүрмін, сборка, жиналымдарын. И көмекшім бар, ол қыз пісіріп беріп тұрады, барлық торттың заготовкаларын. И біз қазір главный пекарьді іздестірудемін. Алдан жақсы қыз іздеп жүреді, ол қыз Астанаға жұмысқа кетіп қалды. Мен қазір кондитер іздеудемін. Сол өзің просто физически үлгермейсің да, көп нәрсе жасаған келеді, просто физически үлгермейсің. Инстаграмға шығып, сіздерге күніге қызық контенттер түсіргім келеді. Мен мысалы бұрын енді білесіздер, активный болдым, рилстар түсірдім, сондай нәрселер түсіргім келеді. Но сондай жете алмай жүрмін да, оған өзім кәдімгі жұмыстан 10-нан 10-ға дейін жұмыста жүресің, үйге барасың, бала шағаңа уақыт бөлуің керек, олардың да өздерінің қалай қарызыңды беруің керек қой, как бы энергияңды, уақытыңды бөліп, оларды сағынады, олардың әрқайсының әңгімесін тыңдайсың, солайынан күнделікті күн әйтеуір өтіп жатыр. Өзім де байқап жүрмін, что уже как бы бәрі күн, ну енді заказдар, былай бәрі бір-біріне ұқсас болып барады да. Сондықтан мен тағы да кішкене өзім өмірімді қиындату керек та, дальше қызығырақ болу үшін.
осылай қайтадан контентті қолға алып осы парақшаны қайтып жүргізгім келіп жатыр негізі. Сол ғой, таргетті инстадан продвигать ету деген кнопкамен жібересіз ба дейді. Я сол инстаграмнан жіберем қыздар. Главный рекламный нелеріңіз, контент, рекламный роликтеріңіз или баннерларыңыз әдемі, яркий, клиент іс-әрекетке шақыратындай болу керек та. Жай әшейін бір суретті, мысалы мынау бір клубника в шоколаде букеті дейік, өйстіп салып қойып, әшейін соны продвигать ете салуға болмайды. Ол жағдайда сіздің ақшаңыздың бәрі ауаға кетеді. Осылай сурет салдыңыз ба, сіз мысалы свежий, отборная клубника в шоколаде и бағасын жазып, каждый день наличие или по заказу минимум за 20 минут, типа сондай, или скидка, сондай бірдеңке адамды қызықтыратын и іс-әрекетке шақыратын текст болу керек. Любой сурет, видеоңызда реклама жіберетін. Сосын дальше парақшаңызға кіргенде инстаграмыңыз жалпы клиентті ұстап қалатындай барлығы упакованный инстаграм болу керек. Инстаграм упаковкасы деген мен YouTube каналыма тегін сабағымды бұрын ақылы сабақтарын бәрін YouTubeға сап қойдым. Ол қыздар ерінбей қараңыздар, маған артық сұрақ қоя бермеңіздер. Бажан ханым, сұрағыма жауап бересіз ба? Шоколадный фонтан ашсам қазіргі хит қалай ойлайсыз дейді. Жақсы болып жатыр жазда. Ну, главное, точкаңыз жақсы болу керек та. Проходимость жақсы жерден болу керек. Былтыр мен именно салмасыз ба? Бүгін бризоль бізде пюремен и гречкамен. Аналар кешегі тамақтар скидкамен. Ыстық лепешка бар, салат, с курицей. Қосам ба? Оффлайн точка ашар кезде точканың местоположениесі барлығы өте үлкен рөл атқарады. Егер осындай кондитерский нәрсе, бірдеңке сататын нәрсе ашатын болсаңыздар, жалпы жейтінге байланысты, онда магазиннің қасында болу керек та, магазині бар, сондай ЖК-лардың қасында болу керек. Қалай? Адамдар көп келетін, көп жүретін жерде сіздің кондитерскийіңіз болса, сіздің клиенттеріңіз көп болады. Ал мысалы, менің бір қателігім, клубника в шоколаде мастерскойымды ашқанда, менің фокусым именно курс өту, мастер-класс өту, онлайн, офлайн мастер-класстар өтуге әдемі атмосфера жасадым. Іші бәрі күшті, ыңғайлы болды да, видео, сабақтар түсіргенге де ешқандай студия іздеп жүрмейсің. Бірден сояқта байқасаңыздар, рилстарымды, барлық видеоларды студиямда түсіреді. Өйткені соған арнайы жасалған еді, мебель бәрі. И офлайн мастер-класс өтсем де, столдар барлығы дайын, қыздарға солай офлайн мастер-класс өткізген. Ал офлайн точка ретінде, мысалы, готовый клубника в шоколаде бокстар жасап сатуға ол жер ыңғайсыз. Себебі ол жерде қандай многоэтажканың асты бұрышы, андай проходимость аз жерде, қыздар уақытта адамдардың потогы аз жүретін жерде офлайн бірдеңке сататын точка ашуға я вам не советую. Адам көп жүретін жолдың бойында, қасында магазины бар, қасында басқа да адам көп келетін организациялар бар. Мысалы, цветочный ашсаңыздар, цветочныйдың қасында ашсаңыздар, парковкасы бар жерін ашсаңыздар, сондай әр нәрсенің өзінің сол нюанстарын бәрін ескеріп ашу керек. Шоколадный фонтан, мысалы, ойлаймын, торговый центрларда, сол фудкорттарда ашсаңыз болады, парктерде ашсаңыз болады, адам көп жүретін жерлерде, сосын развлекательный, сол балалар ойнайтын жерлерде, сол парктерде жазда сол жақсы өтетін сияқты ғой. Қазір именно тренд болып жатыр, негізі жасап көруге кеңес беремін. Тек қана оны емес, сіз фонтан қойып место алатын болсаңыз, сіз уже местаға аренда төлейтін болғансың, по-любому қасына мороженыйыңызды қосасыз, қасына ватаңызды қосасыз, қасына фрештеріңізді қосасыз,
солайынан бір нәрсеге қарап қалмайсыз ғой. Дальше уже офлайн точка болған соң сіз оны былайынан ашып үлкен ауқымды түрде жүргізесіз да. Мысалы клубника в шоколаде мастерскойын ашып готовый нелер сатам десеңіз де, оның қасына бәрі дополнительный заттар қоясыз. Напитки қоясыз, может кофейняға кофе қоясыз. Сол кезде сіздің главный өніміңіз басқа затпен бірге өтетін болады. Түсінікті болды ма? Жақта клубника в шоколаде ма или торттар ма, басқа қосымша. Бұл жақта барлығы торттар, пирогтар, выпечка, обедтер, біздің жақта нелер бар, бизнес-центрлер бар, обед іздейді, кім не сұрайды, в общем, барлығы бар. Клубника в шоколаде, қазір кеше мен мочиде эксперимент, мочилер жасадым, мочилер де жақсы өтіп жатыр қыздар. И макаронстар да өтіп жатыр. В общем, трендтегі нәрсенің бәрін өтеді ғой, бәрін жасау керек, қорықпаңыздар. Қалыңыз қалай клубника в шоколаде қалай сатуға бола ма, жасап қызығып жүрмін, или выпечка. Сіз қызығып жүргенде уже бана мен рилс салдым ғой, 2080 жыл болып кететін болды ғой. Расымен де. Екеуін бірге алу керек екен дейді. Так, не, пожалуйста, сұрағыма жауап бересіз ба дейді. Ашқым келіп жүр, клубника в шоколаде фантанго бар ғой қазір. Я, ашыңыз. Жақсы точка іздеңіз, точкаңызға байланысты. Сіз SMM оқығансыз ба? Оқыған SMM түртін, SMM таргет, маркетинг, бәрін оқыған қыздар. Но дальше оқи беру. SMM маркетинг деген бір орында тұрмайды. Жылда, даже ай сайын, даже күн сайын новый нәрселер, новый техникалар шыға береді. Сондықтан оқи беру керек. И оны оқып қана қойып, дәптерге жазып толтырып қана қоймай, на деле өзіңіздің бизнесіңіз пока жоқ болса, парақшаңызға пайдаланып жүргізу керек қой. Тыңдап отырмын, аузым ашып дейді. Дальше тыңдап отырмай әрекет жасаңыздар қыздар. Түркі торговый центр ма или набережная ма дейді. Торговый центр ғой. Сол бана поток көп жерде. Мысалы мен былтыр сол офлайн точка ашатын кезде менің сол банаға әңгімен қайтып басына барсам, курсты тоқтатқан кезім бар ғой, былтыр жазда курсты тоқтаттым и мастерскойымда айттым. Ол мастерской именно курс өтуге арнайы ыңғайлы жер еді. И офлайн сатқанға ол жер ыңғайсыз. Сондықтан мен білесіздер, былтыр ярмаркаларға шықтым. Ярмаркалар әртүрлі торговый центрларда ярмаркалар бар. Соларға қыздарын прям дайындап, азан мен бесте барып біз ана свежий клубника шоколаден жасайтынбыз да. Өйткені ярмаркаға шыққанда барып шоколадный аппаратты қосып жасап тұруға болмайды, тек дайын өнімді ғана апарып сатасыздар. И солай азан мен жасап барып апарып қоямыз. И түске қарай өтсе тағы да бір партия, кешке қарай өтіп бітсе тағы да бір партия апарып солайдан ярмаркаларда жасады қыздар. Вот әр нәрсені бастамастан бұрын сіз зерттеп бастаңыз, ұрын қалмас үшін. Бағжан айтты деп бірден басталып істей салуға да болмайды. Сіз өзіңіз ересек адамсыз, өзіңіздің сана сезіміңіз бар, зерттеп, бәрібірде былай қарап, но тәуекел ету керек та. Сіз тәуекел етіп зерттеп, тупо тәуекел етуге болмайды ғой. Зерттеп барып, қалай былай, мынандай зерттеп, ізденіп, сосын барып ашасыз дегенде ғой. Сөйтіп бірінші ярмаркаға шықтым, барлық торговый центрлар зерттедім, қай жақта қандай аудитория. Вот қыздар, жоғарғы жақтағы бізде Алматы бәрі үлкен ғой. И орта жақтағы, төмен жақтағы торговый центрларда шығып көрдім. Ояқта арендасы арзан да, анау даже ярмаркаға шыққан өзінде. Но жоғарғы жақтағы меганың арендасы қымбат болды, но сұраныс өте күшті болды, күшті өтті. Қыздар күнде жасаймыз, барып түсте өтіп кетеді, түстегі уже кеште өтіп кетеді, солайынан 3-4 күнде кәдімгідей кассаны көтеріп алып жүрдік. Солай ярмаркаға шығып, сіздерге де рекомендация жасадым. Ярмаркаға шығыңыздар, іздеңіздер қыздар деп. Сол кездері мен уже торговый центрден точка ашу керек деп торговый центрлерді іздестірдім, орын қарадым. Маған ұнаған торговый центрлерден орын болмады. Мега центрдан ең қымбат, сол арендасы қымбат болса, сол жерден алғым келді. По-любому жақсы жүру үшін сіздер жақсы орын алу керексіздер. Қымбат болса да ол қымбат өзін ақтайды дегендей. Но ол қымбат болса да ол жақсы проходимый жерде болу керек та. И ана маған ұнайтын торговый центрге орын шықты, бірақ ана помещение қос жағында да, который магазиннің арғы түбінде ешкім ол жаққа онша бармайды. Ары бері кейбір
мысалы 100 поток адам магазинге былай кірсе, соның бір 3-4 ғана арғы жолмен барып, мен барып қалуым мүмкін да. И солай бардым. Прям азанда барып, түске дейін сол жерді зерттедім. Қалынша адам жүреді екен осынша сағатта. И сол жерде арендатор оның алдында андай бабл ти сатқан магазин тұрған екен. Солардан сұрастырды, қалай заказ, адам көп жүре ма, поток қалай. И оларды сөйтіп өздерінің кеңесін айтты. Солайынан зерттеу деген сол ғой, қыздар жан-жақтан сұрастырасыздар, іздестіресіздер. Нені жүріп кету вероятностьтен қарастырасыздар ғой, орын іздегенде. Солайынан мен жоқ болмайды екен деп солай отказ бердік, ол орын шығып тұрған адамға. Сөйтіп жүріп, осылай кондитерскийге аштым ғой, в общем. Баны айттым ғой дальше. Кафейняға сэстің разрешениyaсын алу қиын ба, районға байланысты ма, в Нижнем районе города живу, боюсь открыть кафейню деді. Ой, бастамай жатып қорқа бермеңіздер, қыздар. Дайын OLX-қа қара кірсеңіздер, дайын кафейнялар көп сатылып жатыр. Ең басында YouTube-тан бастайсыз тұр ғой, YouTube-та кафейня ашу туралы видео деген жетеді ғой, қараңыз. Қандай документ керек десеңіз де бәрін айтып беріп жатыр. Уже істеп көрген адам ішінде бар нәрсені бәрібір жаңағыдай бөліскісі келеді, іші енді тар бір қызғанып қалған адам болмаса. Сол барлық нәрселерін қараңыз, зерттеңіз, ізденіңіз. Кафейня ашу қиын емес, мынау цех ашып, мысалы кондитерский нәрсе, тамақ пісіріп жатыр ғой, бізде сэстің разрешениясы әлі жоқ. Егер тексеріп келетін болса, сол жағдайда ол бәрібір саған бірінші не істейді ғой, бір үші ескерту береді. Любой нәрседе мен өзім сөйлеймін, үші ескерту береді. Үшінші ескертуге дейін по-любому жасап үлгересің ғой. Сондықтан қорықпай не болса да жасай берсеңіздерші. Эфирді сақтап қойыңызшы дейді. Білмеймін, бана бері ары бері жүргенде қалай жаман түсқаным жоқ екен. Қонақ келіп қалып жатыр, күшті тыңдап отыр едім. Менің выпечка жақсы көремін, сол цех іздеп жүрмін дейді. Қараңыз, я OLX-та көбінесе цехты сатуға салады. Сондайларды қарап жүрсем, мен солаймен қарап тауып алғанмын. Көбіне солай, мысалы басқа қалаға көшу керек, или бір семейный положениялармен, проблемалармен солайынан вынужденно сату керек адамдар, солай асығыс, мысалы срочно сату керек болса сатып кетеді да. Ал күшті бәрібірде күшті табыс әкеп тұрған жерін мысалы ешкім сатпайды ғой, арзанға сатпайды. И солайынан өзіңізге егер бұйырса, сондай жақсы жер шықалады. Бізден цехты алғанда ол кісілер Астанаға уже көшіп кеткен екен. И айттым ғой, мен помещение қарап жүрген кезде бұл помещение уже бір айдан аса тұрған. Тем олар уже Астанаға көшіп кеткен, соң біз алатын кезде келдік, олар даже келген жоқ, камера арқылы бізге қарап тұрды, қарап, и мен сразу ұнады да маған осы істеймін, жүргізе аламыз деп. Сонымен таңдадым, и ол кісі келесі күні уже ұшып келді да, сразу оформлять етіп, сразу осылай алған болатынды. Солай бұйырған нәрсе кетпейді деген сол екен қыздар. Енді мен дальше қазір мысалы үлкейткім келіп жатыр да, мынау бізде қазір 2 комнаталы жер. Мен дальше үлкейткім келіп жатыр. Новый помещениялар қайтадан қарап жатырмын қазір, расширениеға енді. И мен мынау бизнесімді негізі сатуға қазір қойып жатырмын да, чтобы новый бизнес емес, новый помещение алу үшін, и ояқты толық бәрібір маяқтағы заттарды былай көшіріп жүргенше, мынау бизнес күйінше мен сатып, и новый мысалы, 0-дан бастадым, и 0-дан қайдадан бәрі жасай аласың ғой. Алланың арқасында, я, ол бәрібірде, Алла өзі бәрін еттестіріп, сәтін қояды ғой. Сондай ниетім болып жүр, үлкейткім келеді, көбірек адам алып, көп адамды, мысалы, ол да мықты сауапты іс, сен көп адамның жұмыс істеп, үйіне азық, адал азық апаруына себепкер болуынша. Сондай, енді бұйырса бұл қалар іздестірудемін. Мынау бизнесті толық бизнес күйінше бүкіл Инстаграм, бүкіл клиентский базасымен сатуға қоюдан и новый қылып ашам да, неден үлкенірек қылып, үлкен цех қылып. Сондай пландар бар. Бәрін айтқан осы деген. Сол ақшам болса бизнес көп бастайтын тек әрекет, либо ақша ғой қыздар дейді. Қазір қолда бар нәрсемен жұмыс істеуге болады, қыздар.
сіздер маған комментарий жазып отырсаңыздар, қолдарыңызда сотка бар. Сотка арқылы біраз нәрсе істеуге болады. Ең біреуге Instagram жүргізіп SMM бола аласыз. TikTok жүргізіп, мысалы, мен бір қызды білем, базарда жүреді, азаннан, кәдімгі өзіне жұмыс сияқты істеп алғанда, азанға 10-нан 6-ға дейін базарда жүреді қыздар. И өзіне ұнаған заттар, или сол кәдімгі осылай прямой эфирға кіріп отырады да, TikTokта шы. И сол не сұрайды, адамдар соны барып іздеп тауып, киіп, көрсетіп, и анау кісіге доставка жібереді ғой. Қарап тұрыңыздар. Просто ол қыз қолында соткасы бар, TikTokқа кіреді. И анау клиентке, ол клиент мысалы үйінен шығамайтын адамдар көп қой, үйінен шығамайды, бала шағамен, но өзі барып бір арзанырақ зат алғысы келеді, қосымша просто процентін қосады да, солайынан сатады. Вот. Ол да услуга. Жалпы қандай бизнес жасайтын болсаңыздар да, көбірек ақша табам, табылыс емес фокустарыңыз. Қалай мен бір адамға көмектесе аламын десеңіздер, саламатсыз ба? Бризоль с пюре и с гречкой. Да. Одну возьму, Хорошо, сразу закиньте. Ақшасын сразу закиньте. Өзіңіз ала алмайсыз ба? Ой, Инстаграмға сап қоямын ғой сіз. Бірден бастап кеттіңіз ғой, клиентті қалай істедіңіз деді. Клиентті қалай істедіңіз? Таргетпен ғой, таргет. Мен де осы нені ашқалы таргет вообще тоқтаған емес. Жалпы клубника в шоколаде істеп жүргенде де таргет тоқтаған емес. Таргет сіздер ойлайсыздар ғой, шығын депші. Таргет деген сіздің бизнесіңіздің алдағы уақытта жүруіне вложение ғой. Мысалы, мен осы апта жүрген таргетімнен келген клиенттер келесі апта алады. Ол аптада жүргізгендер арғы апта алады, сол сияқты ғой. Адамдар бірден алмайды. Сізге мысалы реклама тоз шығады, сіз оны бір шықса, листать етіп өтіп кетесе, тағы да бір шықса, деп уже қарайсыз, ойланып өтіп кетесіз, тағы да шықса, не деп кіріп көресіз ғой, не акция болып отыр, или не болып отыр екен деп қызық кіресіз, сөйтіп подписаться етесіз, сосын уже вот әлі алмайсыз, оны әлі сторисын қарайсыз, күніге рилс салып жатады, рилсын қарайсыз, отзывтар ол салып жатады, мынандай мақтап жатыр, давай жеп көрейін. И уже солайынан адамдарға сатасыздар ғой, любой нәрсені. Таргетті де оқып алғам, бәрін оқып алғам ғой. Но сол, негізі бәрін оқу керек. Кейін адам алсаңыздар да, адамдарға жұмысты бөліп берсеңіздер де, кім қалай істеп жатыр, не істеп жатыр, сіз уже в курсе боласыз да. Уже оның жұмысына баға бере аласыз деген сияқты ғой. Сондықтан оқыңыздар, оқуды тоқтатпаңыздар. Мен қазір енді бизнесті автоматтандыру сол жағына қарай қызығып жүрмін. Дальше осы графигімді реттестіру керек. Уже Аллаға шүкір. Қанша болды? Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Уже 6 ай болды ғой. 6 айда бір бизнес аяққа тұрады деді ғой. Шүкір, енді ақырындап уже әр адамға уже бөліп беріп, мен былайнан өзіме уақытты босата аламын да. Уже кассаға бөлек адам қойып, уже былайнан солай бәрі бірден емес, енді бірақ ақырындап болады. Солай жоспарлар пока что. Сол қыздар. Сіздің ютубтан видео көрдім, қараңыздар, ютубқа бәрін салып қойдым. Сіздер менен сұрағатсыздар ғой, не бастайым. Менде сол алдағы уақыттан да мені сол мастер-класстар салсам ба, мені мастер-класстар шығарсақ ба деген идея болады. Мысалы, қазір именно сұраныстағы нәрселер, сұраныстағы выпечкалар, и оны тек қана жасалуын ғана емес, қалай оны сату, қандай каналдар арқылы сату, солайынан шпаргалкаларымен бірге сондай мини мастер-класстар шығарсам деген ойда жүрмін. Оны түсіру де сол уақыт қой. Мысалы, біз күнне азанда келеміз, автоматом уже әркім өзінің жұмысын жасап отырмыз. И солайынан
не істеп қалады да, уақыт болмай қалады. Соған уақыт арнап солай жасау керек. Мен түсінемін, мені көп адам қарайды, күтеді, бәрібірде қанша осы курс өтіп бастағалы беріде қанша аудитория келді ғой, осы қарап, мен не істеп жүрмін, осы кісі бірдеңке істеп жатыр, осы сияқты бірдеңке істеу керек деп маған қарап еріп жатқан адамдар бар. Сондықтан сол кісілерге бәрібірде пайдалы дүние шығарғым келеді. Рахмет, қыздар, сіздер де мықтысыздар, біз барлығымыз бірдейміз. Жалпы әйел адам өте мықты ғой, қыздар. Бәрін жасаймын десеңіздер, жасай аласыздар. Жасамаймын десеңіздер, жасамайсыздар. Мен қазір енді уақыт жоқ деп не істеп жатырмын ғой. Мен жасаймын деп желанием дальше не істесе, қосса, бәрін жасап істейсің ғой, бәріне уақыт жетіп кетеді ғой. Сол бұйырса болады, бәрі жасау керек, тоқтамау керек, іздену керек. Вроде банальный нәрселер бәрі айта береді, но соны білсеңіздер де жасамайсыздар ғой. Көп нәрсені білеміз, но жасамаймыз дегенде ғой. Қазір мен самоспатате қалайсыз? Это лепешки просто, Да, горячие лепешки. Масляные. А это с чем у вас? Самса с мясом, с курицей, с сыром есть. Пирожки с капустой есть. Это самса. Новый вид просто изменили. Необычный вид сделали, чтобы все спрашивали, что это такое. 350. Так же, да? Молодец. А лепешки почем? 150. Можно одну пока лепешек? Эклер с заварным кремом. По 350. Понимаешь? Андайди con шокопай рожен. 700. Шоколадный бисквит, суфле внутри, как птичье молоко. Ладно, лучше я сейчас лучше чуть-чуть. 150, да? Ага, 150. Так, и вот это уже заварной крем, да? Там крем-чиз, заварные кольца с кремом-чиз. Крем-чиз это сливки и творожный сыр. А это? А это там заварной крем, который молоко, сливочное масло И это и мука заварная. Это 400, а там 350. Все, до свидания. Так, а что у вас Обед у нас бризоль сегодня с пюре и с гречкой. И со скидкой с вчерашней. Почем она? 1200. Сол қыздар. Осылай жұмысы. Қазір ана мочилер асқапты, бүгін тағы мочи жасайтын шығармын. Мочи жасаудан да қызық процесс екен. Жасаңыздар, трайфлдар. Привет, қалайсыздар қыздар? Біз Алматы қаласында. Мен де сағындым. Клиент Таргеттан келеді. Мен клубника в шоколаде, клубника в шоколаде, торттар. Жалпы кондитерский қазір. Любой нәрсе жүреді қыздар, ештеңке тоқтап қалмайды. Клубника да жүреді, сухофрукты да жүреді, тек жасап көрсетіп, таргет жіберіп үшін әдемілеп инстаграм жүргізу керек, сосын бар таргет жіберіп. Ал көпшілігіңіздің қатеңіз сол инстаграм ашасыздар и бірден реклама жүресіздер, клиент келеді, парақшаңыз көреді, 0 болады и ол шығып кетеді. Солай сізде 0 теңге болады. Сондықтан ең алдымен парақшаны күштілеп дайындап алу керек. Барлығын упаковкасын толықтырған соң барып рекламаның
бана креативі күшті болу керек, тоже клиентті шақыратындай болу керек, сосын барып ғана сол рекламаны сізге табыс әкелетін болады. Кондитерский ашқаны 6 ай болды. Сол қыздар, назарларыңызға көп рахмет. Сұрақтарыңыз таусылған сияқты ғой, иә? Ішіңізді көрсетесіз ба, витринаны деймін. Ішіңізді дегенде өзім ішімді түсінбей қалсам. Витрина, как обычно, бізде стандартный. Торттар, десерттер. Мен қазір кондитер іздеудемін. Жалпы үлкен сложностьтағы торттарды заказбен қабылдаймыз, ал в наличии осындай стандартный торттар мен пирогтар болады. Фупи-пай, молочная девочка, медовый, красный бархат, сникерс деген сияқты. Сұраныста солар өтеді. Арасында новинкалар шығарамыз и әртүрлі оформлениямен. Мен әлі сұраймын де. Не сұрайсыз, тез сұраңыз, шығып кетен де өзінше отыр деймін. Цехымды көрсететін осы бағанадан беріп жүрмін ғой. Екі комната, бір жағында витрина, бір жағында кухня. Кухня кәдімгі шкафтар, духовки, миксер, сондай заттар бәрі тұрады жүрген. Я. Төрде менден клубника в шоколаде тұрады. Бони, Берри, неқта бәл коробкаларымды жинап дайындап қоямыз. Заказдар түскенде тез жасап беру үшін атасындай. Заттар симай жаты, надо расширяться. Мысалы, торттарда көп жасаған келеді, но симайды дегенде ғой. Сондықтан алдағы уақытта үлкен помещение көшсем деген ниет бар. Советтің бәрін беріп қойын қыздар уже. Осы нені қайтадан қараңыздар прямой эфирде деп. Опытыңыз қай салада бар, сол сала бойынша ашыңыздар. Кондитерский ашу үшін бірінші үйден бастаңыздар, жасаңыздар, клиент жинаңыздар, кішкене база жинаңыз, өзіңіз мастер-классқа қатысып үйреніңіз, торттардың түрін ізденіңіз, қазіргі трендтегі заттарды жасап көріңіз, солай маркетинг оқыңыз, таргетті қалай жіберетін оқыңыз, инстаграм қалай жүргізу керектігін оқыңыз. Соның бәрін оқып, зерттеп келесіз, уже цехта қорқпай ашасыз. Қорқыныш деген сол не деймін ғой, білмегендіктен ол қыздар. Сіз қай кезде білмейсіз, сол үшін қорқасыз да, новый нәрсені ашуға болса қорқам дейсіздер ғой. Өйткені сіз ол нәрседен бейхабарсыз, білмейсіз, иә. Ал уже жай-жайдан кішкене бірдеңкесін білетін болсаңыз қорқпай ашасыздар ғой. Мына цехта ашқанда, мысалы, мен уже кондитерскийдан базам болды, сразу ашып кеттім. Так, ашқан едім, сауда бар, бірақ жұмысшы алуға айлық қалай төлеймін деп қорқып жүрмін. Қорқпаңыз. Әр адамға Алла ризықты өз береді. Адамға айлықты сіз төлемейсіз, әр адамға ризықты Алла береді. Сіз тек әрекет жасауыңыз керек. Бұл клиент әкелетін арналарды көбейтуіңіз керек, рекламаңызды күшейтуіңіз керек. Өзіңіз жасамай жатсаңыз, маманды жалдап, мысалы, SMM, мобилограф болып, жақсы түсіріп, жақсы рекламаға жіберіп беретін адамыңыз болса, сонда жалдап істесе болады. Но желательно бәрібір басында өзіңіз істеген дұрыс, әр нәрседен хабарыңыз болу үшін деп мен ойлаймын. Негізі, мысалы, ақша болса, конечно, әр адам, әр ненің өзінің маңнанына жүктеп қойған күшті. Уже жасап кетеді, но
бұл жұмыста ең қиыны да сол адам табу екен да, сотрудникті табу, жақсы пекер, жақсы кондитер, жақсы кассир. Мысалы сіздің ақшаңызды біреуге сеніп тапсыратындай жақсы адал қызметкерлерді табу да қиын да. Опытный адамдарды, соның барлығы, оның бәрі тоже сіздің опытыңыз арқылы ақырындап келеді. Мен уже ашқалы қанша кондитер ауысты, қанша пекер ауысты дегенде ғой. Но әр қайсы, даже 1-2 күн істеген адам болса да, әр қайсынан бір нәрсе болса да, мен өзім опыт алып жатырмын. Даже неудачный опыт болса да, ол саған алдағы жұмысына опыт. Ол сен уже мынандай болғанда бүйтпеу керек екен. Бүйткенде сөйтпеу керек деп өзім басында уже анализ жасап, оның барлығы сенің тәжірибен болып қалады. Сондықтан қорқа бермей, болса болды, болмаса болмады. Аллаға тәуекел етіп, бәрін жасап көру керек, қыздар. Сіз айтқандай біреуге жұмыс жасап көрдім, Астанаға жаңа жерге көшіп кеттім, бірақ қиын екен деді. Өзім үлгермей, витрина толтыра алмай жүрмін. Срочно кондитер алыңыз. Мен деген басында қинал кеттім ол қыздар. Мен өзім пекер, өзім кондитер болған кезде, ең басына ашқанда бәрібір әлі адам тапқанша дейінде уақыт қой. И тортты да пісесің, самсалар, бауырсақ, адам не сұрайды, соларды шығарып. Витринаны толтырып үлгермей кетесің ғой, кәдімгідей. Бірдеңке шығарасың, өтіп кетеді, витринаны енді толтырып. Өйстіп суретте түсіріп жатсаң, артшы келіп, уже адам алып жатса, кішкене болса да алмай тұра тұрса екен, кішкене қылсын, анау витрина әлі толық болып тұра тұрса екен деп тұрасың ғой. Ананы жасайсың, өтіп кетеді, солай. Уже сондай момент болса, уже срочно адам алу керек. Мен солай тез, мен кондитермін, и мен особо опытым көп емес, сондықтан мен өзімнен күштірек опытный кондитер алуым керек деген не келді. Кондитер іздедім. Кондитерге жүктем. Пекер алдым, пекерді өзім жұмыстарын бердім. Солай, қазір мен сатам, клубника в шоколаде заказдарын жасаймын. И скоро қайтадан кондитер іздеудем, кондитер табылса, тағы да көмекшіме уже оған клубника в шоколадені тоже не қылып қосам, жұмыс қылып қосам да, и клубника в шоколаде парақшаны тоже активно жүргізіп, оған да заказ қабылдап, уже анау адам жасайтын адам болса, ол уже жасап тұрады ғой. Мен қазір өзім клубника в шоколадені өзім жасаймын, мен яқтан сатып тұратын болғандықтан үлгермеймін да, сондықтан клубника в шоколаде мен инстаграм жүргізбеймін, тек арнайы платформадан ғана заказдарды орындаймыз, соның өзі нормально негізі. И мен соларды жасап үлгеремін, мен яқта заказдарды сатып, WhatsApp'та, инстаграмда клиенттермен сөйлесіп, соның бәрін өзім, пока что өзім атқарудам, оның бәрін алдағы уақытта ақырындап өз орнына қойып, өз адамдарына тапсыру керек негізі. Срочно адам алыңыз. Сіз сатып алдыңыз ба, или арендаға алдыңыз ба дейді. Мен бизнесті сатып алдым, но мен алғалы қанша нәрсені өзіміз қостық, қанша нәрсені жаңарттық. Прям ескі кондитерский цехты алдық қой. Бүкіл мебель, бүкіл техникасын ауыстырдық. Бәрі прям бұзылайын деп тұрған нәрселер болып шықты ғой. Алдық, жасадық, шүкір. Но помещение арендада. Алдағы уақытта помещение алғын келеді, жақсы орын табылып жатса. Айлықты мен қазір күнделікті төлеймін. И план қоямын, сол планды орындаған бойынша күнделікті айлықтарын алады. Сол. Басып көпіріп кетті. Қыздар сұрақтарымыз таусылды ғой деймін, не заказ сұладырмыз. Заказ жасап ұстау керек. Мысалы, қазір менде 18 мыңға 20 штуктық боксқа заказ түсіп тұр да, қыздар. 15 минут берді маған программа. И мен 15 минутта заказда жасап үлгеру керек. Тез жасап ұстаймын. Қазір курьер жеткіп тұрады ғой, анағдайша. Я солайнан, мысалы, кондитерге күніне кемі 100 мыңға товар шығару керек деп қоям.
нәтиже кішкене бар, но мен бәрі шрифт жасап қойып жатырмын. Мына ыстық нәрсе піскенде жеп қоясың, соны жемеу керек. Хорошо, приятного аппетита. Қандай заказ? Мен он екі осылай бізде ана заттар толып тұрғанға шашылып тұрған сияқты болып тұрады. Коробкалар, упаковкалар. Симай жатамыз ғой. Видеода жаман көрініп тұрған шығар. Мен қоймайын, мүмкін. Адамдарға жетіп жатыр ма екен, или бізге ғана шығады? Бәсе де қызым, банова люди кішкене ас шыққан сияқты еді. Ашық болды ғой. Жел болып кетті ма? Альбион әлі шыққан жоқ. Клубника в шкафе, сұраныс жақсы. Қазір мынау египетский клубника, скоро бітеді бұлардың сезоны. Мен Алматыдан қыздар. Иә, толып кеттім. Айтпаңыздар маған. Итаки бөлеп толып кеткен. Сонымен бороться етіп жүрмін қазір. Арықтағысы келіп жүрген қыздар бар ма араларыңызда? Скоро біз челлендж бастаймыз. Кім бозады, соған штраф салмақшымыз. Если что, бізбен бірге бастап арықтаңыздар. Өте қиын, өте
кезде қиын болады ғой. Қосыламын деп жатыр ғой, тәте қыздар. Марафонға қатысамын дейді. Арықтау марафон. Бәріміз бірге арықтаймыз. Бірге арықтаймыз бәріміз. Салмағы аз болып тұрған көйлек әкеліп. Иә, көйлек дейсіз ба? Әркімнің талғам әртүрлі болады ғой. Наверное, ақша тігу керек. Ақшаны ұтып алуға мотивация. Алдын Айдананың қасындағы тәтелер жұмысында ойнаған ғой. Сөйтсе 50 мыңнан тікті. Короче, кім жақсы азат, сол 50 мыңды алады да қасынышы. Әркім 50 мыңнан тігеді. Сондай идеяға кім қатысады қыздар? Бәрі не болады бірақтан. Наверное, бір Инстаграм ашып, күнделікті бөлісіп сондай болу керек шығар. Мықты мотивация. Көктем келгенде бәрінің проблемасы болып отырсам. Бәрі осы әдемі болып арықтап алып. Не өткіз кеттен кілен арықтап марафон. До после деп. Қыздардың сондай видеоларын көрсем. Не істе қаласың? Қызық қаласың, не? Бір толық қыздар әдемі арық болып кетеді ғой. Дәл қазір арықтау үшін қандай әрекет өздеріңіз жасап жүрсіздер? Мысалы, мен намаздан кейін жаттығу жасап жүрмін. И азанда смузи ішіп жүрмін. Но тамақты именно правильный питанияны реттей алмай жатырмын да. Мысалы, мен дұрыс тамақтанып жесем, артынша бір тәтті жеп қоямын. Или бір жұмыс істеп жүрерінде артынша бір бауырсақ жеп қоясың, сондай нәрселер болып жатыр. И менің слабостым шоколад жеп қоясың, сондай нәрселер болады. Соның бәрін тоқтату керек болып жатыр қыздар, соның бәрін реттестіру керек. Өткенде бір қыздың несін алғам. Несі таңдай? Марафоны. И ода айтады, барлық нәрсені жібересіздер дейді. И не дейді? Калория санайды да, калориямен арықтайды. Адамның организмі, даже сіз ештеңке жасамасаңыз да, ешқандай жаттығу жасамасаңыз да, өзі күнделікті 1800 калорийді неседі екен да, ыдыратып тұрады екен. И сол арықтау үшін сіз дефицит калорий жасауыңыз керек та. Ол үшін күнделікті жейтін нәрсені санайсың. Санағанда да андай калькулятор алып, азынан кішкене есептеп отпайсың. Не істейді екенсің? Программалар бар ғой, калорий санайтын. Соған саласың, завтрак мынандай жедім, обед мынандай жедім. Соқта өзі допустимый, мысалы 1800 адам организмі қорытатын болса, сіздің калорияңызды әр ақырында бандай азайтып береді да. Бір кезде мысалы басында 1500-ға тамақ жеуіңіз керек. Азында бірден завтрак жейсіз, обед жейсіз, ужин и перекус дегендей ше. И күнделікті салмағыңызға қарай су ішу керек. Солай арықтаса болады. Ол кезде уже калорийді есептегенде ше. Мысалы, кәдімгі каша, банан, салат қасына көп тамақ, пайдалы тамақты қойып, соның барлығы бір 400 калорий болуы мүмкін да.
И бір плитка шоколад, мысалы Қазақтан 100 граммы, ол да 430 калорий да. И сіз уже өзіңіз таңдайсыз да. Ана бір плитка шоколад жейсіз ба? Или ана салат, яғни кәдімгі пайдалы тамақ жейсіз ба? Плитка шоколад жесеңіз, аз уақытта уже сіздің қарныңыз қайтып ашиды ғой. Ал дұрыс тамақтансаңыз, ол келесі тамақ жейтін уақытқа дейін тоқ жүресіз да. Сол әр тамақ жерінің арасы, кемі 3-4 сағат болу керек. А біздің жіберетін қателігіміз сол перекустар құртады ғой. Особенно үйде жүргенде, мысалы, кухняға кірген сайын аузына бірдеңке сала саласың ғой. Сон барлығы организм, мысалы, жаңадан тамақ түсті екен деп қосылады да. И сен кішкентай бірдеңке саласың, ол алады да, соны жыр қылып откладывать ете береді екен да, сол перекустардың бәрінше. Ал бағанағы сол дефицит калорий жасаған кездеріңізде организм сол жырларды алып, калорий деген адамның энергия бөлуіне көмектеседі ғой. Соны, жырды жигать етіп, сізге күнделікті бүгінгі күніңізге энергияны сол жырды жигать етіп береді екен да. Сондай нәрселер. В общем, сондайды қазір зерттеп жатырмын. Скоро әдемі болып арықтай. Сол кезде тағы прямойға шығамын деп па. Протеин, батончик алдырдым дейді. Ақтөбеден сәлем қыздар. Мен Алматыдан сәлем сіздерге. Питание 90%, 10% жаттығу. 16-8 керемет нәтиже. 16-8 деген не ол? И белокты көп жеу керек. Білмеймін, алдын, мысалы, нені ішіп көрдім. NL'дің коктейльдерін алып ішіп көрдім. Тоже бәрі бірандай тамаққа жетпейді ғой. Анау коктейльде бірақ тамақтың құрамындағы барлық нелер, минералда, витаминдер бар деп не істеген ғой. Бірақ оны ішкенше қаша жесеңіз, банан жесеңіз, жұмыртқа жесеңіз, организм бәрібір жақсырақ қанығатын сияқты да. Білім түсіндіре алмаймын. В общем, коктейль ішсеңіз бәрібір де менің қарным ашып кетеді. Бірдеңке жегім келіп тұрады да. Ал анау, в общем, дұрыс тамақтану керек оқыдар бір сөзден айтқанда. Сол менде қазір кішкене проблема болып жатыр. Дұрыс тамақтанудың барлық несі бар болып тұр, условия бар болып тұр. И менің айналамда дұрыс емес тамақ көп болып тұр. Маған ұнайтын тамақтар. Айтам, ол пайдасыз тамақтың барлығы дәмді, күшті болып тұрады. Пайдалы тамақтар. Неге осы дәмсіз? Шоколад бұл ертіп тұратын аппарат, температурасын ұстап тұрады. Шоколад плавитель. Саламатсыз ба? Яндекс ба? 5 минутта күтетіңіз, жасалып жатыр. Дайын болғанда басам. Сол бірінші меймен жұмыс жасау керек. 16 сағат тамақ ішпейсіз, су болады, 8 сағат не қалайсыз бәрі болады, нәтиже 100%. 16 сағаттың ішіне түнгі ұйқыда кіре ма? Сонда егер 16 сағат болса, мысалы түнде 8 сағат ұйықтатсаң, күндізгі 8 сағатында тамақ жемейсің ба? Солай ма? Сонда ораза сияқты ма? Қалай? Толығырақ айтсаңыз, мен бірінші естіптім. Менде клубникаға келгенде өзімді ұстай алмаймын дейді. Шоколад неміз слабыстың. Сондай әлсіз біздер. Мармит деп аталынады для шоколада. Мармиттің түрі бар, мысалы, ыстатын, температура ұстамайтын. Именно осы температура ұстап тұратын керек қой сіздерге. Темперировать етіп шоколадты құйып қоясыздар, и сол бір температурада ұстап тұрады. Но үйде жасаған кезде бұл сіздерге обязательно емес, қыздар. Бекерге тоқты жеп тұрады ғой. Үйде жасаған кезде бәрібір сіз максимум 5-6 заказ ғана жасай аласыз.
ал ол кезде микроволновкаға ерітіп ақ жасай берсеңіздер сіздерге солай тиімдірек. Магниттардың көбіне праздник кездері көмегі жақсы тиеді да, бұл қайта-қайта ертіп тұрмайсыз, бұл ертіп дайын тұрады. Курьерлер күтіп тұрады ғой. Программа өзі арнайы уақыт береді. Мынаншада заказ дайын болу керек. Курьер егер өзі ерте кетіп қалса, келіп қалса, күтіп тұрады да заказ дайын болғанша. Қазір мен коробка алайын. Я кешке 9-да шай ішем, мен қара шаймен сухофрукты, конфет, печенье, кефир тоқтататын уақыт өз еркіні. Содан отчет 16 сағат. Кроме воды ничего нельзя. 8 часов, затем ем все, что хочу. Көру керек екен, іздеп ютубта да бар шығар. Бағжан ханым, клубника штугын нешеден сатып жатырсыз? Бізде Ақтауда вообще сұраныс болмай қалды дейді. Сұраныс болу үшін не жасап жатырсыз? Реклама жібердіңіз ба? Соңғы рет реклама қашан жібердіңіз? Қандай креатив жібердіңіз? Өтімді ма? Соған байланысты. Сұраныс негізі бар. Қандай программа дейді?
заказ Яндекс Волтпен қазір жұмыс жасалады. Қазір кішкене қатырам. Морозилкаға бір 3-4 минут салғалас, тез қатырса өзі. Бізден яқта бәрі кухня болған соң ыстықта, сондықтан неде тезірек қату үшін. Аз уақытқа салғасаңыздар шоколадтарыңыз жақсы қатады. Тек ұзақ қалмасын, клубникаларыңыз түсіп кетеді, шоколадтарыңыз слишком андай қатты болып не істеп кетеді, түсі өзгеріп кетеді. Қандай не дейді, Сикао ма Калибат па екеуі де дейді. Мен қазір Сикаомен жұмыс жасаудамын, қыздар. Сикао сол Калибаут фирмасының российский несі ғой, российский фабрикасы да. Мен жұмыс жасаудамын. Ең басында мен Айкаммен жұмыс жасайтын. Айкам өте дәмді шоколад қой. Бірақ ол кейін қымбаттап кетті. Кейін Калибаутпен жасайтын. Қазір Сикаоға көшіп кеттім. И бағасы да, и жұмыс жасау да барлығы маған тиімді. Оның арасында басқа шоколадтармен де жасап көрдім.
Осындай болып шықты. Біз көрерге берейік. Осылай қыздар. Осылай жасап тастаймыз тез-тез. Басқа не жаңалық? Все, мен эфирді тоқтатайық. Зарядкамды өшіп жатыр екен. Назарларыңызға көп рахмет. Қызықты эфир болды деп ойлаймын. Көптен бері шықпағанға көп сөйлеп қойған сияқтымын. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Всем пока, аман-есен болыңыздар. Ойланып жүрсеңіздер бастаңыздар. Бірдеңке бастау керек деп жүрсеңіз жақсылап ізденіңіз. Қасыңыздағы нелерді, қандай белгілерді байқаңыздар, мүмкіндіктерді көріңіздер, жасаңыздар. Ұнап тұрған нәрсені обязательно жасап көру керек деп мен постоянно айтамын ғой. Что кейін өкінбес үшін. Жасау керек еді деп жүргенше жасап алып, болса болды, болмаса болмады. Аллаға тапсырып тәуекел ету керек. Қатырғанда, көмника неге қойдыңыз қатырғанда дейді. Арнайы подностар жасап қойғам, үстіне пергамент төсеп картонға. Сол арқылы қатырып аласыздар. Холодильникке, морозиловке кішкене салып, жақсы формасын ұстап тұратындай қылып, чтоб коробкаға салғанда шоколадтарын жағылып, бұлжырамаш үшін. Цехты бағана көрсетіп қойдым. Рахмет сіздерге де. Барлығыңызға ұнады деген ойдам. Сәттілік қыздар. Осы эфирдің астына сұрақтарыңызды қойып, что жазыңыздар. Саламатсыз ба? Келесі неге шығатын боламын. Всем пока. Здравствуйте.